Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл күйлеріңіз жақсы болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз өткенді бекіту. Алдыңғы сабағымызда құрама есептер шығарып үйренгенбіз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты сенің меңгеретінің барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде шығаруды үйренесің. Ал сенің меңгергенің тура және жанама сұрақтары болатын есептерді бір-бірінен ажыратуды үйрендің. Ал енді балалар, Қазақстанның көрікті орындарын көре аласыздар. Ол үшін мен сіздерді экранға назар аударып, бейне таспадан тамашалауларыңызды өтінемін. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар екен. Ондағы төбесінде жоғарыда берілген өрнек бар. Сол өрнектерді дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Келесі суретімізде Айша бибі мазары Тараз қаласында орналасқан екен. Қандай көрікті жерлеріміз бар екен. Төбесінде жоғарыдағы өрнекті де жазып алыңыздар. Өрнектерді амалдардың орындалу бойынша орындайсыздар. Ал келесі суретте тағы да көрікті жерлеріміз бар. Тамашалаңыздар. Демек, Қызылорда облысында Байқоңыр ғарыш айлағы бар екен. Біздерде ең бірінші ғарышқа ұшқан кім екенін білесіздер ме, балалар? Жарайсыздар. Демек, Юрий Алексеевич Гагарин екен. Ал қазақ халқында біздерде қандай ұшқыштарды білесіздер? Дұрыс айтасыздар. Демек, Тоқтар Әубәкіровті білесіздер. Ал енді келесі суретте қарасаңыздар, Алматы облысы шарын шатқалы жерлері бар екен. Осы суреттердің үстіндегі өрнектерді орындай отырып, барлықтарыңыз жауабын тапсаңыздар. Жауабын тапсаңыздар, әрбір қалаға қанша оқушы барғанын біле аласыздар. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашып, қаламдарыңызды алып, осы берілген өрнектердің мәнін табыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Ал балалар, шығарып болған болсаңыздар, енді өздеріңіздің жауаптарыңызды, өрнектерді салыстырып көріңіздер. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне Түркістан қаласына 48 оқушы барып тамашалап қайтқан екен. Ал Айша бибі мазары Тараз қаласында орналасқан, оған 82 оқушы барып тамашалап қайтқан екен. Ал Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағына 44 оқушы барып қайтқан екен. Ал енді Алматы облысындағы шарын шатқалы жерге 300 адам барып, оқушылар тамашалап қайтыпты. Балалар, сіздердің шығарғандарыңыз, есептеріңіз осымен сәйкес келген болса, өте жарайсыздар. Ал енді балалар, келесі есепке тапсырмаға қараймыз. Келесі тапсырмамыз кесте бойынша теңдеулер құрастыр және оларды есептеп шығаруымыз керек. Балалар, бұл жерде азайғыш 45 пен 30 санының қосындысын шыққан санды біз азайғыш дейміз. Азайғыштан азайтқыш белгісі санды азайтқанда айырманың мәні 12-ге тең болады. Екінші теңдеуіміз Y азайғыш, одан 9 бен 5-тің көбейтіндісін шыққан санды, оны біз азайтқыш дейміз. Демек, азайтқанда 35 саны шығады екен. Бұл теңдеулер қандай теңдеулер, балалар? Күрделі теңдеулер. Жарайсыздар. Ал үшінші теңдеуіміз бұл енді алдыңғы күрделі теңдеуімізге қарағанда
сәл қиындау. Сондықтан мен сіздерге көмектесіп жіберейін. 90 қосылған иықыс белгісіз саннан біз 90-ды ала алмаймыз, оны жақшаға аламыз. Одан азайту дейміз дағыны 4-пен көбейту 10-ды жақшаға аламыз. Шыққан санның көбейтіндісінен біздер 60 санын аламыз, қосамыз. Содан арғарай есеп шығару үшін бізде айырманың мәні 60-ға тең болу керек екен. Ал балалар барлығымыз дәптерге жаза отырып, осы теңдеулерді шығарыңыздар. Сәттілік сіздерге. Ал балалар енді шығарып болған болсаңыздар, шығарған есептеріңізді өздеріңіз берілген экрандағы есептермен тексеріп көріңіздер. Балалар, бірінші есепке теңдеуге қарасаңыздар, жақшаның ішіндегі 45 қосылған 30 санын біз бірінші орындап аламыз. Одан шыққан санын біз не аламыз? Астына жазамыз. Демек, 75 болды, 75-тен аламыз белгісіз санды. Тең 12. Біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алдық. Арғарай ол біздің күнделікті шығарып жүрген есебіміз. Сондықтан арғарай есеп шығарамыз. Белгісіз сан теңдеймізден 75 пен 12-нің айырмасы нешеге тең болды? 63-ке тең болды. Ал енді оны тексеріп көрейікші. Тексеруде біз жоғарыдағы сандарды өрнекті жазамыз. Бірақ белгісіз санның орнына қаншаға тең болды, сол санды жазамыз. Ал енді тексеріп көреміз. Жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындаймыз. 45-ке 30-ды қосқанда 75 болды. 75-тен 63-ті азайтқанда 12-ге тең болды. Демек, біздің теңдеуіміз 12 тең 12-ге. Ал енді екінші теңдеуге күрделі теңдеу болды. Оған қараймыз. Балалар, бұл жерде бірінші көбейту, жақшаның ішінде көбейту амалын орындап аламыз. 9-ға 5-ті көбейткенде 45 шығады. Астына енді соны күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алып жазамыз. Y алынған 45 тең 35. Астына жазамыз. Енді өзіміздің күнделікті шығарып жүрген теңдеуіміз Y тең 45-ке. Жоғарыда азайту болса, төмендегі өткен кезде азайтуымыз неге айналып кетеді? Қосуға айналып кетеді, дұрыс айтасыздар. 45-ке 35-тің қосындысы 80-ге тең болады. Ал енді теңдеуімізді тексеріп көрейікші. Тексеруде демек белгісіз санды жазамыз. Белгісіз санның орнына нешеге тең болды? 80-ге тең болды. 80 азайту, жақшаның ішінде 9 көбейту 5 тең 35. 35 шығу үшін бірінші амалды 9-5-ке көбейтіп аламыз. 45 болды, жақшаның ішінде орындап болған екен. Одан кейін 80-нен 45-ті азайтқанда 35. Демек, есебіміз жоғарыдағыда, астындағысы 35-ке тең болып тұр. Ал енді үшінші теңдеуімізді қарастыратын болсақ, бұл теңдеу алдыңғы екі теңдеуге қарағанда өте күрделі есеп, сондықтан барлығымыз мұқият тыңдайық. Бұл жерде бірінші көбейту амалын орындап аламыз. 4-ке 10-ды көбейтіп аламыз. 4 пен 10-ның көбейтіндісі 40-қа тең болады. Мұны астына жазамыз. 40-қа тең болды. Ал енді біздер жақшадағын орындай алмаймыз. Ол үшін біздер сырттағы 60 санын 40-қа қосамыз. Неге десеңіздер, сұрақ қойылып тұр. Неге? Себебі азайтуымыз төменге өткенде қосуға айналып кетеді. Сондықтан 60-ға 40-ты қосқанда 100 шығады. Ал енді біз күрделі теңдеуімізді қарапайым жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді алға есептейміз. Белгісіз сан теңдейміздағыны 100-ден азайтамыз 90-ды. Неге? Себебі мұндағы 90-ымыз 100-ден кем. Сондықтан қосуымыз азайтуға айналып кетеді. 100-ден 90-ды азайтқанда белгісіз санымыз нешеге тең болады екен? 10-ға тең болады екен. Ал балалар, енді тексеріп көрейік. Енді жақшаның ішіндегі амалдарды орындаймыз. 90-ға 10-ды қосқанда 100 болады. 4 пен 10-ның көбейтіндісі 40 болады. 100-ден 40-ты азайтқанда 60 шығады екен. Демек, жауабы екеуін салыстырамыз. Бірінші өрнегіміз шыққан екеуін тексергенде 60 тең 60-ға. Ал енді балалар, осы теңдеу, күрделі теңдеуді шығара отырып, енді сіздерге тағы бір теңдеу шешуді, күрделі теңдеуді
бейне таспада тамашалауларыңызды өтінемін. Бүгін сен есепті теңдеу құру арқылы шығаруды үйренесің. Есептің берілгенін тыңда. Сөреде 15 кітап болды. Сөреге тағы бірнеше кітап қойып еді, 24 кітап болды. Сөреге неше кітап қойды? Алдымен есептің сызбасын сызайық. Оның 15-і болған кітаптар. 15 деп белгілейміз. Қойды. Қалай ойлайсың, неше? Бірнеше кітап. Бірнеше дегеніміз бұл белгісіз сан. Сондықтан сұрақ белгісін қоямыз. Сонда 24 кітап болды. Сөреге неше кітап қойды? Соны табу керек. Теңдеу арқылы шешілетін есептерде белгісізді X пен белгілейді. Назар аудар, есептің шартын сөзбен жазайық. Сөреге қойылған кітаптарды X деп алайық. Сонда 15 қосылған X бұл сөредегі барлық кітаптар болсын. Берілгенінде кітаптар саны 24 болды дейді. Олай болса, 15 қосу X тең 24 деп теңдеу құрамыз. Теңдеуді шешеміз. X тең 24 азайту 15. Теңдеудің мәнін табамыз. X тең 9. Жауабын жазамыз. Сөреге 9 кітап қойды. Біз есепті теңдеу құру арқылы шығардық. Ал балалар, бейнетаспаны тамашалап болған болсаңыздар, енді келесі есебіміз, тапсырмамыз баған түрінде шығару. Баған түрінде есептеп шығарамыз. Ол үшін біздер баған түрінде біз күнделікті шығарып жүрген есебіміз 64-тен 48-ді азайту үшін бірліктен бірлікті азайтамыз, бірліктің астына жазамыз, ондықтан ондықты азайтамыз, ондықтың астына жазамыз. Ал қосу амалында біздер де оны арт жағынан бастап бірліктен бірлікке қосамыз, бірліктің астына жазамыз, ойдағын қойып, ондыққа ондықты қосамыз, одан ары қарай ондықтың астына жазамыз. Ойдағын қосуды ұмытпаңыздар. Ал балалар баған түрінде есепті шығарып жаза қойыңыздар. Ал балалар жазып болған болсаңыздар, енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. 64 пен 48-дің айырмасы 16-ға тең. 25 пен 39-ның қосындысы 64-ке тең екен. 18 пен 67-ның қосындысы 85-ке тең. 100 пен 46-ның айырмасы 54-ке тең екен. Дұрыс бекен балалар сіздердіңкі де? Дұрыс болса өте жақсы. Ал енді балалар, осы бүгінгі алған білімдеріңізді осы кесте бойынша тексерейік. Амалдарды орындау тәртібін анықтай аласын. Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін таба аласын. Күрделі теңдеулерді қарапайым теңдеуге түрлендіруді білесің. Белгісіз компонентті табу тәсілін өрнек және теңдік түрінде жазып есептеп шығара аласың. Айырманың мәнін таба аласың және қосындының мәнін таба аласың. Егер де осы кестеде берілген барлығын сіз орындаған болсаңыз, онда жетістікке жеттіңіз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ал балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтіннің ішінен сын есімді табуды,
сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын анықтауды және де сипаттау мәтінін құрастыруды үйренесіңдер. Ал ендеше балалар, осы мақсатымызға қол жеткізу үшін тапсырмаларымызды орындайық. Тапсырмалар қызықты болу үшін балалар, мен сендерге бүгін жұмбақ құрастырып алып келдім. Ал шешіп көрейік. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Ал ойланайық. Ойланып болсақ, жауабымызды тексерейік. Бұл су екен. Бәрекелді, ендеше бүгінгі бірінші тапсырмамызды орындайық. Бұл жерде Ертіс өзені жайында тапсырма берілген. Ал мұқият оқиық. Мәтінді оқы, көшіріп жаз. Сын есімдерді тап және қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Сөйлемдерді оқып берейін. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Ал балалар, тапсырманы орындайық. Орындап болсақ, тексеріп алайық. Ал қараңыздар, үлкен өзен. Қандай өзен? Үлкен өзен. Сәулетті қалалар. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Құнарлы топырақ. Қандай топырақ? Құнарлы топырақ. Бәрекелді балақай. Қандай деген сұрақтарға жауап берген сөздерді біз сын есім сөз табына жатқызамыз. Бұл жерде сонда үлкен, сәулетті, құнарлы сөздері сын есімге жатады екен. Ал ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Ал мысал келтірілген балалар. Қарайықшы қанеке. Тақтай қандай? Жалпақ, қалың, тегіс. Осыған қарап отырып, келесі зат есімдерімізге сәйкес сын есімдерді тауып жазыңыздар. Ал іске сәт. Жазып болсақ, балалар, тексеріп алайық. Бірінші сөзімізді қарайық. Көл. Қандай көл? Ащы көл. Қандай көл? Терең көл. Қандай көл? Үлкен көл. Бәрекелді. Келесі сөзіміз дала. Қандай дала? Жазық дала. Қандай дала? Кең дала. Қандай дала? Көрікті дала екен. Бәрекелді балақай. Сен бұл тапсырманы дұрыс орындап шықтың деген ойдамын. Енді келесі тапсырмамызға назар аударайық. Балалар, мен айттым ғой, бүгінгі сабағымыз өте қызықты өтуге тиісті. Сондықтан сендерге тағы да бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Үстінде 2 тауы бар, кезікті бір жануар. Ал ойланып көрейікші, бұл қандай жануар екен? Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексеріп алайық. Жауабы түйе екен. Ал ендеше балалар, келесі тапсырманы орындамас бұрын бейне материалға назар аударайық. Ерте заманнан бері ойсыл қара тұқымын 4 түлік малдың қасиетті төресі деп кие тұтқан қазақ халқы түйе малында одан алынатын өнім түрлерінде тиімді пайдалана білген. Түйе мінсең, көшсең көлік, саусаң сүт, оны өңдесең емдік қасиеті бар шұбат, бал қаймақ,
қырықсаң теңдесі жоқ түбіт жүнмен шуды аласың, сойсаң аузың толып ет жейсің. Түйе малы ғасырлар бойы таза ауада, далада шыңдалған, тіпті қора жайды да көп қажет етпейтін. Жылдың 4 мезгілінде жайлы бақ жүріп, өзіне қажетті қоректі тауып жейтін жануар. Оның басқа мал түрлерінен айырмашылығы табиғи жайылымда тез арада қоңдылығын көтеріп, өркештеріне 100 килограммнан аса май жинап, оны қатты қыста да, құрғақшылық жылдарында да, тіпті су тапшылығында да тиімді пайдалануында жатыр. Ал балалар, бейне материалды қарап болсаңыздар, келесі тапсырмамызға назар аударайық. Тірек сөздерді пайдаланып, түйе туралы сипаттау мәтінін құрастыр. Ал сипаттау мәтінін дегеніміз не? Есімізге түсірейікші? Ендеше келесі бейне материалымызға назар аударайық. Сипаттау мәтіні. Мәтін дегеніміз жазбаша немесе ауызша ойды жеткізу. Мәтін бірнеше сөйлемдерден құралады. Мәтін сөйлемдері бір-бірімен мағына жағынан байланысып тұрады. Мәтін бірнеше бөлімдерден құралады. Әрбір бөлім абзац деп аталады және жаңа жолдан бастап жазылады. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Бейне материалымызды қарап болдық деген ойдамын. Ал енді біз сипаттау мәтіні дегеніміз не екенін есімізге түсіріп алдық. Енді тірек сөздерді пайдаланып, сипаттау мәтінін құрастырып жазайық. Іске сәт! Жазып болсаңыздар, балалар, тексеріп алайық. Түйе киелі жануар. Ол шөлге төзімді. Оның мойны ұзын, көздері үлкен. Түйенің шұбаты шипалы сусын. Түйенің төлі бота. Ол сүйкімді жануар. Бәрекелді балақай. Сен де сипаттау мәтінін дұрыс құрастырдың деген ойдамын. Тамаша. Енді қарайықшы балалар, бұл жердегі киелі, төзімді, ұзын, үлкен, шипалы, сүйкімді деген сөздерімізге сұрақ қояйықшы. Қойдыңыздар ма? Ендеше Қанеке қандай сұрақ қойдық? Дұрыс айтасыңдар, қандай деген сұрақ қойдық, я балалар? Қандай деген сұраққа жауап беретін сөз табын біз сын есім дейміз. Ендеше есімізден шығармайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 4-ші тапсырма көп нүктенің орнына мағынасы қарама-қарсы сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бұл жерде балалар мұқият болыңдар. Біріншісін мен сендерге оқып кетейін. Үлкен бастар, көп нүктенің орнына сендер қарама-қарсы мәндегі сын есімді қою керексіңдер. Ал мұқият болыңдар. Орындап болсақ, балалар, тексеріп алайық. Үлкен бастар, кіші қостар. Мақта жеңіл, тас ауыр. Пияздың дәмі ащы, қанттың дәмі тәтті. Бәрекелді балақай, сен де дұрыс таптың деген ойдамын. Бұл жердегі үлкен, кіші сын есімдері бір-біріне қарама-қарсы мәндес екен. Ал жеңіл, ауыр сын есімдері бір-біріне қарама-қарсы мәндес. Ал ащы, тәтті сын есімдері де бір-біріне қарама-қарсы мәнді сын есімдер екен. Соны есімізде сақтайық. Сонымен балалар, бүгінгі сабаққа қаншалықты қатысқандарыңды келесі бағалау дескрипторы арқылы бағалап шыға ғой. Ендеше бағалау дескрипторларына назар аударайық.
Мәтіннен сын есімдерді таба білдім. Сын есімдерге сұрақ қоя алдым. Сын есімнің басқа сөз табымен байланысын анықтай алдым. Неліктен сын есім екенін дәлелдей алдым. Сипаттау мәтіннің құрастыра алдым десең, бүгінгі сабақта сен өз мақсатыңа жеттің. Бәрекелді балақай, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Үшінші сынып оқушылары балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген